Сәлеметсің бе балақай? Бүгін біз сенімен артикуляциялық тіл жаттығуды ертегі түрінде жасамақпыз. Кәне, айнаңды ала ғой, дайындалайық. Дайын болсаң, бастайық. Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Ертеде бір кішкентай үйшік болыпты. Ол үйшік қалай аталыпты? Дұрыс, ауыз. Ол үйшікте кішкентай ғана тіл өмір сүріпті. Тіл ерте тұрып, есік терезелерін ашады. Содан кейін қоршауға барады. Содан кейін қоршаудың ар жағынан бақа мен пілді көреді. Тіл үйіне кіріп, тіс щеткасын алып, тісін жуады. Содан кейін өзінің жақсы көретін күрешкесіне шай құяды. Шайды ол тәтті тосаппен ішкенді жақсы көреді екен. Содан кейін ол сыртқа шығады да қараса, алыстан бір қайық көрінеді, желкені бар. Анықтап, бұл қайықтан пайда болған қайық екен деп қараса, қайық емес, елес екен. Содан кейін ол есіктің алдында жатқан добын ала салады да әрі-бері теуіп ойнайды. Содан кейін ол саңырауқұлақ тауып алады, допты теуіп жүріп. Содан кейін ол есіктің алдында тұрған өзінің жақсы көретін тайына отырып әрі-бері шабады. Содан кейін ол есіктің алдында тұрған машинасын оталдырмақ болады. Ол достарына барғысы келеді, машинасын оталдырып. Кәне? Машинасын әр оталдырады, бер оталдырады, бірақ машинасы оталмай қояды. Содан кейін тіл қатты шаршайды да үйіне кіріп ұйықтап қалады. Міне балақай, өстіп біз әр сабағымызда артикуляциялық жаттығуларды осылай әдемі жасасақ, тіліміз, дыбыстарымыз әдемі шығып, жақсы сөйлейтін болады екенбіз. Сау бол балақай, саған артикуляциялық жаттығулар ұнады деген ойдамын. Артикуляциялық жаттығуларды үнемі жасап, әдетке айландырасың. Солай ғой? Дыбыстарың анық және таза шықсын. Жарайсың балақай. Келесі сабақта кездескенше сау бол.